Сәлем балалар, 3-ші сынып дүниетану 1-ші сабақ ауа райының әртүрлілігі. Қай сурет қандай климатпен байланысты екен? 1-ші сурет саванна тропиктік климат. Бұл жерде ыстық ауа райы сирек, ағаштар мен шөптесін алқаптар кездеседі. Тәуліктері құлан, зебра сияқты жануарлар мекендейді. 2-ші суретте тропиктік орман, ылғалды климат. Ауасы өте ыстық, ылғалды, қалың өсімдіктер мен шырмауықтар көп, мұнда маймылдар тіршілік етеді. Жер бетінде күннің жарығы мен жылуы бірдей түспейді. Сондықтан әр аймақта ауа райы әртүрлі болады екен. Келесі климаттың қандай суреттер байланысты жалғастырамыз. 3-ші сурет қоңыржай белдеудегі орман, ауа райы қоңыржай, 4 мезгіл айқын көрінеді. Бұл жерде қылқан жапырақты және қалың ағаштар өсіп, аю толқып дейін кездеседі. 4-ші сурет Арктика немесе Антарктикта жыл бойы мұз бен қар басып жататын қатал аязды ағаю, пингвин, итбалықтар тіршілік етеді. 5-ші сурет теңіз жағалауы, тропиктік арал, жылы күн, шуақты, теңіз самал соғып тұратын жағалау. Мұнда пальмалар өсіп, тотықұстар мен тасбақалар кездеседі. 6-шы дала немесе таулы аймақ, ауа райы құрғақ, жазы ыстық, қысы суық болатын ашық жазық пен шалғайдағы тау көрінісі. Ойлан, Қазақстанда жылдың неше мезгілі бар? Әр мезгілде ауа райы қалай өзгереді? Қазақстанда 4 мезгіл, көктем, жаз, күз. Әр мезгілде ауа райы өзгереді. Көктемде күн жылына бастайды. Жазда ауа райы ыстық, күзде ауа райы салқындап, күн қысқарады. Қыста қатты аяз болып қар жауады. Берілген мәтінді өздерің оқып аласыңдар балалар. Дүниежүзінің климаттық белдеуі мына картада. Белдеулер, климаттық белдеулер 4-ке бөлініп жазылып тұр мына жерде. 1-ші экваторлық. Мұнда жыл бойы ыстық, жауын-шашын болады екен. Өсімдігі биік пальма, жануары маймыл, жолбарыс, мүйізтұмсық жылан. 2-ші тропиктік климаттық белдеу, күшті жел соғады, жаңбыр өте ауыр жауады. Сондықтан шөлдер пайда болады дейді. Өсімдігі кактус, құрма пальмасы, жануары түйе, кесіртке. 3-ші қоңыржай климаттық белдеу 4 мезгіл айқын бейнеленеді. Қысы суық, жазы жылы, кейде ыстық болады. Өсімдігі шырша, қайың, қарағай, жануары қоян, түлкі, қасқыр. 4-ші полярлық климаттық белдеу. Мұнда жер бетін мұздықта жауып, қар жамылғысы жылы бойы жатады дейді. Климат өте суық, сондықтан Арктика мен Антарктида өте суық болады. Өсімдігі жазда мұздан босайтын жерлерде ғана қына мен мүк кездеседі. Жануары ақаю, пингвин және итбалық. Өздерің осы бір белдеуді тауып, сол белдеу арқылы шаруашылық түрлерінің тізімін жасаңдар деді. Біз қоңыржай климаттық белдеуін таңдап алдық. 1-ші, 2-ші 4 мезгілдің айқын байқауына қоңыржай жылы жаз мезгіліне байланысты бидай, сұлы, арпа, жүгері, картоп, көкөніс дақылдар өсіреді. Мал шаруашылығына қара мал, жылқы, қой, ешкі өсіріп, ет, сүт өнімдерін алады. Орман шаруашылығы және ағаш өңдеу өнеркәсібі, қылқан жапырақты аралас ормандар, шырша, қайың, қарағай өседі. Және құрылыс материалдарын өндіру, орман өңдеу жүзеге асырылады. Аңшылық және тері өнеркәсібі, орман жануарлары мен аңдардан қоян, түлкі, қасқыр мекендейді. Келесі басқа бір елге саяхат жасауды елестетіп, ол жердің климаттық жағдайын бір елдің климат жағдайын ауа райын ескеріп алатын заттардың тізімін жасайды. Біз мысалы саяхатымыз Дубай қаласы. Мұнда жыл бойы күн ыстық, жауын-шашын өте аз, сондықтан сапарға қажетті заттардың тізімі. 1-ші киімдердің жеңіл ашық түсі табиғи матадан жасалған көйлек, футболка, шалбар. Кешке жақын салқынды жұқа кофта немесе кардиган, суда жүзуге арналған киімдер, пляжға арналған жамылғы. Бас киім мен қорғаныс құралдар, күннен қорғайтын сапалы көзілдірік, бас киім, панамка, кепка, қалпақ, күннен қорғайтын крем. Аяқ киім, жайлы жүруге арналған сандалдар, жеңіл кроссовкалар, қажетті су, мысалы банк карталары, смартфонға арналған қуаттағыш. Мінекей Дубай қаласы. Қызықты ақпаратты балалар өздерің оқып аласыңдар. Сабақ аяқталды.